Қайырлы күн, достар. Мен бүгін Қытайдың сайты Poisonға қысқа обзор көрсететін боламын. Poison бізде Қытайдың әлемдік брендтерді ашық сататын сайты. Және сол әлемдік және өзінің брендтерін 70-80% скидкамен сататын сайт. Қараңыздар, Poisonға және неліктен сенімді боламын, себебі Poisonда тауар сізден бұрын, сізге келмес бұрын тексеруден өтеді, және арнайы пакетикте немесе коробкада келеді, яғни Poisonның өзінің арнайы жаңағы упаковкасында келеді. Енді Poisonды ашқан кезде біз мән беретін 4 иконка иероглиф бар. Ол міне төменде байқасаңыздар, сіздерде де дәл осылай 4 иконка шығады. Бірінші ол әлеуметтік желі, яғни Poisonның ішіндегі өзінің әлеуметтік желісі. Бұл туралы не айта аламыз? Сіз бұл Poisonның әлеуметтік желісін сол кез келген адам жүргізе алады. Тіпті сізде өзіңіз канал ашып, осы жерге өзіңіз алған тауарларыңызбен бөліссеңіз болады, соларға обзор жасасаңыз болады, оларды қалай қолданасыз, өміріңізде қалай қолданып жүрсіз, сол туралы жаңағыдай бөлісіп отырсаңыз болады. Міне бұл әлеуметтік желінің де көп, міне байқасаңыздар, жаңағы разделдар бар. Жаңа біріншіден бастайық. Ең бірінші кіретін болсаңыз, бұл сіз тіркелген магазин шығады. Міне мен бір магазинге тіркелгем, сол бір магазиннің жаңағы салған видеолары шығады. Енді мына екінші иероглифке, иконға келетін болсақ, бұл жерде жаңағы әлеуметтік желі дедік қой, соны жүргізетін кісілер, жаңағы блогтары, алған заттары, обзорлары, жаңағы ұсынып жатқан, яғни рекомендациялар ғой, міне мынаны алсаңыз болады, мен осылай киіп жүрмін деген сияқты. Міне мына үшіншіге келетін болсақ, бұл тоже дәл солай блог, жаңағы көбінесе видео түрмен келетін блог бұл жерде. Осылай әдемі алған заттарын қалай қолданып. 食物件不吃不喝也要买的高级小家电。 жоғары келетін болсақ, төртінші. Осылай төменге қарай түсе берсеңіз. Әлеуметтік желі деп Міне, келесі разделға кіресіз. Бұл тікелей эфир. Тікелей эфирде сатып отқан кісілер. Hello， 大家好，现在主播给大家分享一款 EDCO 的一款连帽开衫卫衣啊。 түсінікті деп ойлаймын. Міне байқап отырсаңыздар, тікелей эфирде товар сатып отқан кісілер. Келесі раздел. Бұл ары қарай енді былай кете береді. Жаңағы алған кісілердің именно категория бойынша рекомендациясы ғой. Мына мысалы техника деп айтайық. Телефон, планшет, ноутбук, наушник, Apple Watch дейді. Apple Watch емес, жалпы сондай смарт-часы деген сияқты заттар, техника. Ары қарай, міне, уходой. Жаңағы уходой заттар деп айтамыз, Осылай төменге түсе берсеңіздер, крем, май, жаңағыдай блеск, уходой заттар. Адамдардың именно алған уходой заттар, және соларға обзор және рекомендация. Ары қарай міне киім. Міне жоғарыда көрсетіп отырмын, иероглифтерді. Міне ары қарай сағаттар. Міне көрсеңіз, міне бұл мына кісінің блогы, каналы. Мына міне алған сағатта, сағатына обзор жасап жатыр. Бұл жерде қалай сағат туралы жазады, обзор жасайды, жаңағы алған магазинге сілтеме тастап кетеді. Алған товарға, Міне мына товарды сатып алған. Жаңағы мына товардың карточкасы және кісіге қалай келгенін бәрі міне фотомен түсіріп көрсетіп жатыр. Былай упаковкада келеді. Міне ашқан кезде сағатты осылай тағасыз деген секілді. Сізде дәл осылай канал ашып, өзіңіз осы Poison ішінде блог жүргізсеңіз болады. Міне мынау кроссовкалар.
осылай категория бойынша кете береді. Бұл жерде жоғарыда көре берсеңіз болады. Кіріп кісілердің алған заттарына обзор. Енді төменге түсетін болсақ, екінші иконкаға иероглифке барайық. Біз үшін маңызы, біз үшін рөл ойнайтын иконка бұл бізде екінші болып табылады. Бұл яғни покупка жасайтын жер, магазиндердің тізімі, списігі. Кіресіздер, міне мына бірінші рекомендация, яғни сіз көрген товарға байланысты рекомендация шығып отырады. Жай ғана былай айтсақ, қалай негізгі бет қой жалпы әртүрлі товарлар шығарып отырады. Міне енді жоғарыға байқасаңыздар, бұлай басып, жанға қарай басып көре берсеңіздер болады. Міне былай. Немесе мына ең соңғыға байқасаңыз, 3 нүкте, былай бассаңыз, 3 нүктені бассаңыз, сізге осындай міне список түрінде шығарып береді товарларды. Бірінші мынау тұрғаны. Опять-таки рекомендация, сіз көрген товарлар, сізге ұнауы мүмкін товарлар, сізді қызықтыратын товарлар. Міне жоғарыда байқасаңыз, мынау бүкіл әйел бөлінбейді. Мынау екінші иероглиф бұл жаңағыдай ер кісілерге арналған киімдер, жаңағы енді ер кісілерге арналған товарлар, мынау әйел кісілерге арналған товарлар. Осылай да көрсеңіздер болады. Енді бүкіліне қойып көрейік. Байқасаңыздар, мына жердегі иероглифтерде болса да әйелдерге, ерлерге дегенде бассаңыздар, себебі әйелдердің уход шығады, немесе ерлердің жаңағы заттары шығады деген сияқты нәрселер. Енді міне бүкіл дегенге басамыз. Осылай төменге түсіп көре берсеңіздер болады. Мынау міне ерлерге арналған товарлар. Мынау аяқ киім. Міне мұндағы иероглифтерден көрсетіп жатыр. Мына үшінші келетін болсақ, әйел кісілерге арналған киімдер. Төртінші иероглиф міне сумкалар. Брендтер, яғни жаңағыдай Apple бар, Huawei бар. Тағы да өзінің Қытайдың брендтері бар. Немесе мұнда төменге түсетін болсаңыз, міне Vivo деген сияқты брендтер, Acer, бұлар Қытайдың брендтері. Қытай, егер Xiaomi немесе жаңағы Xiaomi көріп тұрған жоқпын, Huawei немесе Vivo сияқты брендтен товар көретін болсаңыздар, осы Қытайдан алсаңыздар болады. Қорқудың қажеті жоқ, себебі бұлар Қытайдың производствосы. Былай төмен түсе бересіздер тағы да. Аяқ киім. Міне мынау уходовый заттар, жаңағы бізге атақты, бізге аты танымал заттар бар. Байқасаңыздар, міне умывашкасын қолданып жатады, осы кісілері. Сыворотка деп жатады, көп заттарын қолданып жатады. Міне төменге түсе бересіздер. Қайтадан мұнда қайтамыз. Аксессуарлар, бас киім, бижутерия. Толық көрсетпеу дизайн. Енді мұнда сағат. Келесі бізде үйге қажетті заттар, постельный, немесе үйде жаңағы удобство, эстетика жасағанға арналған заттар. Мұнда тұрмысқа қолайлы заттар, массажер, жаңағыдай неме деген сияқты. Походқа арналған заттар деген сияқты. Мұнда ойыншықтар. Мұнда жаңағыдай көріп тұрғандарыңыздай үйге емес, жаңағы бізге арналған заттар, весы, Dyson бар, робот-пылесос. Міне мультиварка, блендер деген сияқты. Мынау қазір хит болып жатыр ғой, аэрогриль деуші еді. Міне сондай товарлар көрсеңіздер де болады. Бағалары жақсы. Міне мынау мысалы 99 теңгемен шыққанда бір қазір грубо 70 юаньмен есептеген өзінде 7000 теңге болады. Өте әдемі көрінеді екен. Кофе машина бар. Былай қатты кірудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Өздеріңіз осылай кіріп қарап көрсеңіздер болады. Мұнда тағамдар. Ешкіна шығады. Мұнда транспорттық деп айтайық. Транспортқа байланысты заттар. Міне май, жаңағы стекло жуады, наверное, автопылесос. Енді транспортқа байланысты нәрселер.
тіптен машиналар бар, енді бірақ білмеймін, пойызынан машина алған деген. Осылай кіріп көрсеңіздер болады, егер қызық болса. Rolls-Royce бар екен тіптен. Төмен түсе берсек ары қарай. Бұл дәрі, яғни медикаменттер, біз Қытайдан дәрі заказ бере алмаймыз. Дәрі заказ беру үшін, кез келген дәрі май заказ беру үшін жаңағы дәрігердің жазған несі қажет болады, рекомендациясы қажет болады. Мұнда кітаптар. Бұл жаңағыдай картиналар, егер нағызаттар деп айтатын шығармыз, наверное. Мұнда уже міне магазиндер төменге ең төменіне түсетін болсаңыздар. Обзор жасап шықтық, бұл 3 нүктемен жасап шықтық. Егер олай ыңғайсыз десеңіз, мені тіптен осы жерден көре берсеңіз болады. Жоғарыда міне сағат, жаңағыдай спортқа арналған заттар, доп, массажер, міне теннис ойнауға арналған доп бәрі бар. Былай өте берсеңіз, міне техника, камера, ноутбук, телевизор бар тіптен. Міне мұнда аксессуарлар, бас киім, көзілдірік, жаңағы бижутерия деген сияқты. Бижутерия емес, енді бижутерия де бар шығар, бірақ жаңағыдай бижутерия деген көйлек қамыздар, негізі оригинал, Мысалы ермес, былай кіріп көрсеңіздер болады өздеріңіз. Міне келесі бізде косметика. Календарда шаш қойдырды. Арға егер арналған заттар. Пижама, постель. Тағы да. Дальше жылайтын болсақ. Мен жаңа көрсеткенімдей. Робот-пылесос. Енді бізге қажет заттар ғой. Холодильник. Қалай деп айтамыз? Үйге қажет дейміз ба? Көбінесе әйел кісілерге қажет деп айтамыз ба? Келесі бізде аяқ киімдер. Сырт киімдер. Менің байқауымша көп өзімнен заказ беретін распаковка болсын, немесе заказ беретін бір видеолар болсын, көбісі аяқ киім заказ береді екен. Nike, жаңағыдай Adidas, яғни оригинал дегенге осы көбісі аяқ киім заказ беріп жатады екен. Мұнда міне киімдер, сумка. Мұнда спортқа, походқа арналған заттар. Техника бізде қайттан шығып жатыр ғой дейме. Балаларға арналған заттар, ойыншықтар. Әйелдер киімі. Тағамдар. Байқауымша міне диско, картиналар. Осымен бітті. Енді бұл жерде тағы бір айта кететін нәрсе. Міне жаңағы сауда жасайтын, жаңағы неме жасайтын жерде, жоғарыда міне ең біріншісінде кез келген сайттағыдай поиск. Мұнда атын тересіз, жазасыз, мұнда фото арқылы іздейсіз, өзіңіз түсіріп алған. Осымен былай жалпы бетке жаңағы қалай айтсам, сауда жасайтын бетке обзор бітті. Бұл жерде қатты бір неме жоқ. Егер өзіңізге ұнатқан керек не болса, магазин болса, мұнда жаза аласыздар, ешқандай қиындық жоқ.
мысалы филадения мен жаңа аяқ киімізден міне дәл осылай магазин шығарып береді. Көре берсеңіздер болады. Енді келесі үшінші иконка бізде біз үшін тоже маңызды иконка болып табылады. Бұл жерде ең бірінші иероглифті бассаңыз, міне сізге қажет нәрселер шығады. Бірінші жаңағы хабарландыру келіп отырады. Осыны қара, мындай бар деген сияқты, сен мынаны қарадың деген сияқты. Екінші бұл жаңағы сіздің алып сатып алған товарыңызға байланысты хабарландыру келіп отырады. Үшіншісі міне маңызды, тағы бір маңызды иероглиф бізде доставка ол, яғни сіз заказ берген кезде заказыңыз осы жерде шығатын болады. Сіз осылай жаңағы заказ берген товарыңызды қарап отырсаңыз болады. Қайда жетті, қалай келді. Міне мен жаңағы айта кеткендей бірінші тексеруден өтеді деген сөзіме келетін болсақ, міне товар маған келмей жатып, бірінші осылай тексеруден өтіп, фотоға түсіріліп, осылай жаңа приложениенің ішіне енеді. Жаңа пойызымның тексеруінен өтті деген. Мен бұл товарды қолыма алдым. Қалай заказ беруге болатыны туралы қызық болса, каналға кіріп, тегін сабақты қарап шықсаңыз болады. Енді мында мынау біріншіге кіретін болсақ, бірінші болғанда міне мына екінші иероглифқа кіретін болсақ, бұл пойызының жаңағы мен айтқан идентификациядан өтетін жері. Міне байқасаңыздар, мына жерде жанында печаттар тұр, яғни қызыл бұл идентификациядан өтті, яғни товар расталды, оригинал дегенін білдіреді. Мынау жаңағы товар расталған жоқ дегенді білдіреді. Мысалы, бір төмен түсе берсек. Кроссовка демекші өзім кроссовка кәдімгі. Енді осы товардың примерінде көрсетен. Мысалы, мынау жаңағы тексеруден өтпеді деп салып тұр енді жаңағы пойызының өзі. Сонда айтады, міне жаңағы товар келеді, бұлар жаңағы сатып алған кісі салады. Бұл оригинал емес, міне товар. Біздің тексеруден өтпеді деген сөз. Енді бұл жерде қатты бір не жоқ, жаңа идентификацияны өткен товарды сіз заказ берсеңіз болады деген секілді. Мынау үшіншіге келетін болсақ, бұл ойын кез келген Қытай сайттарының секілді, бұл пойызының ішінде де ойын бар. Осылай ойын ойнауға болады. Мен басқа мемлекеттің азаматтарына бола ма жоқ па әлі білмеймін. Егер жаңалық болса, міндетті түрде YouTube каналға салатын боламын. Бұл жерде де міне товарлар. Бұл мында міне аяқ киімге байланысты раздел. Соңғысы бізге жарамды деп ойламаймын, себебі бұл жаңағыдай қарызға алу дегенді білдіреді екен, қателеспесем. Енді міне төртінші иероглиф иконкамыз, бұл біздің жеке кабинетіміз. Жеке кабинетке менде жеке обзор болады. Бәрін детально айтып түсіндіріп көрсететін боламын. Видеоны өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ақпарат пайдалы болса достарыңызға бөлісіңіздер.